Өлім деген нәрсе, құрметті жамағат, бір түсінбейтін нәрсеміз біздің. Адамға Алла Тағала жәннатқа қарай жетуге құралдар берген. Күллі бойыңыздағы мына көру қабілетіңіз, есту қабілетіңіз, тағы да басқа бойыңыздағы неше түрлі қабілеттер, білім, физикаңыз, күллі нәрсе жаныңыз ішіңізде тұрған мысал. Осының барлығы сол жәннатқа қарай ұмтылып, осы қоғамда шаман келгенше жәннатқа апаратын істерді толтырып жасап алуыңда. Осы берілген құралдардың ішіндегі ең кереметі өлім. Адам түсінбейді, өлім дегенді ойлайды, өлім ол алып кетеді ғой. Құр тән мен жанды ажыратып, ертең ақыретте қайтадан тірілтеді ғой. Не үшін пайғамбарымыз саллаллаху Алла Тағала Анғам сүресінен андай нәрсені айтады, мысалы. Қул инна солати, айтай пайғамбар, шынымен де менің намазым, ва нусуки, менің бір құрбандық шалу рәсімім, ва махияя, менің өмірім, ва мамати, менің өлімім дейді. Қараңыз, менің өлімім әлемдердің Раббысы Алла үшін дейді. Не үшін Алла Тағала айтады оны мысалы? Инналлаха астафа лакумуддина фала тамутунна илля антум муслимун. Не үшін бұлай айтады? Алла Тағала сендерге осы дінді таңдады, мұсылман болмайынша өлмеңдер дейді. Адамның мұсылман болмай өліп кетуі, қараңыз, бітті, ол қайтып келмейді. Өлім деген ол өте қымбат нәрсе. Алла Тағала көрдіңіз бе қандай? Сол сәттің өзі Алла разы болатындай кетуді, өйткені бәрібір өлеміз біз. Күллі нәфсин заиқатул маут. Күллі жан өледі дейді Алла Тағала Құранда. Өлім хақ нәрсе, нақты нәрсе. Адам уақытысын білмейді, бірақ ол келеді. Бірақ бізге кететін нәрсе, қалай тастап кетеміз бұл дүниені? Малды, мысалы біреудің жаңағы әйелінен ұзағырақ өмір сүретін болса, балаларынан ұзақ өмір сүретіні жазылған болса, жақсы. Балаларыңды тастап кеттің, әйеліңді тастап кеттің, оларға бір тастап кеттің, бірақ сен қалай тастап барасың бұл дүниені? Қандай күйде? Бітті. Енді мүмкіндік берілмейді, жаңа сәт келген кезде өлім. Көрдіңіз ба?